Сәлем достар, мен бүгін бір дайындағаннан ойдағыдай шығатын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептпен толық таныс болу үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз және жылы сүт құямыз. Үстіне ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ашытқы жақсы көтерілу үшін шекер саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне сұйық майымызды құямыз және тұзымызды саламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін біз еленген ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр елейміз. Ашытқының сақталу мерзіміне баса назар аударыңыз, өйткені ол қамырдың тезірек көтерілуіне көп әсері болады. Алдын мен картоппен пирожки пісіріп салған болатынмын. Енді бұл жолы пиязды қуырып, жентектелген етпен, яғни фаршпен дайындайтын боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек, жұмсақ әдем болып елену керек. Қамырымызды жақсылап елеп болғаннан кейін жылы жерге 1 сағаттай уақытқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, бір дайындағаннан ойдағыдай шығады. Қамырдың иін қандырып, жақсылап елеу керек. Елеп болғаннан кейін ыдысымызға кішкене ғана сұйық майды жағып, қамырымызды салып, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Табамызды отқа қойып, аздаған сұйық май құямыз және аздаған сары май саламыз. Екеуін жақсылап қыздырып ертіп алып, үстіне майдалап туралған бас пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымызды араластырып отырып, қызарғанша қуырып алу керек. Пиязды қызарғанша қуырып аламыз да, үстіне фаршымызды, яғни жентектелген етімізді салып, екеуін жақсылап араластырып қуырып аламыз. Татымына қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. Фаршымызды қуырып алғаннан кейін астының отын баяулатып 15 минутқа ең жай отта бұқтырып қоямыз. Бұл уақытта біздің қамырымыз ашып қалады, әдем болып көтерілді. Енді осыны майда бөлшектерге бөлеміз. Қуырылған фаршымыз сәл суығаннан кейін біз оған қайнатылған күрішті қосамыз.
екеуін жақсылап араластырып, біз осылай пирожкеміздің арасына салатын салмамызды дайындап аламыз. Күрішті қайнатып жатқанда дәміне қарай аздаған тұз қосасыздар. Екеуін де сәл салқындатып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай салмамыз дайын болды. Енді біз домалақтап қойған қамырларымызды жайып, пирожкиді дайындайтын боламыз. Қамырларымыз 10-15 минутқа қойғаннан кейін тағы да сәл көтерілді. Енді жайлап қолымызға кішкене ғана сұйық май жағып жіберіп, ешқандай ұнның оқтаудың көмегінсіз, қолдың көмегімен аздап қана жайып, ортасына салмамызды салып, жақсылап бүгеміз. Осылай барлық пирожкилерімізді дайындап бүгіп алғаннан кейін, табамызға майды құйып, отқа қойып, бүккен бетімізді астына қаратып, пирожкеміздің екі жағын қызарғанша әдемілеп қуырып аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жазылып кетіңіздер, және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздер ең бірінші болып әрбір салып отырған жаңа видеомды көретін боласыздар. Пирожкилардың бәрін бүгіп болдық. Енді біз табамызға май құйып, отты орташа отта жағып, барлығын жақсылап екі жағын аунатып, қызартып қуырып аламыз. Дайын болған пирожкиларды тарелкамыздың үстіне салфетка қойып, соны үстіне қойып отырсақ, пирожкилардың артық майын салфетка өзіне сіңіріп алатын болады. Міне біздің пирожкиларымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздерге де ас болсын.